Серке Қожамқұлов актер, ұлттық кәсіби театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі. Қазақстанның халық әртісі, социалистік еңбек ері. Сергей Кожамкулов – один из первых казахских профессиональных актеров и первый казахстанский киноактер. С 1925 года работал как актер и режиссер в Казахстанском академическом театре драмы имени Мухтара Ауезова. Ол 1896 жылы 5 мамырда Қостанай облысы Қарабалық ауданының 13-ші ауылында дүниеге келді. В этом году знаменитому актеру театра и кино Серали Кожамкулову исполняется 125 лет со дня его рождения. Яркая личность, представитель казахской интеллигенции. На книжной выставке «Казах сахнасының шебері, мастер казахской сцены» книга «Шеберлік шыңы. Вершина мастерства памяти великого актера Серали Кожамкулова» доступна для всех читателей. Ауыл кітапхана оқырманы Айса Сәбитов біздің ауылдық кітапханаға «Аңыз адам» атты журналды Серали Кожамкуловтың туғанына 125 жыл қарсаңында сыйлық ретінде сыйға тартты. Привозил целый чемодан яблоки алматинские. И всегда был такой прекрасный, талантливый. Хотел маму забрать, чтобы она в Алмате окончила какое-нибудь училище. При общении с нашим читателем я узнала о том, что этот журнал подарила Марьям Сералиевна. Это целая история родственных связей. Дочь Сергея Кожамкулова, Марьям Сералиевна, приезжала в гости в город Кустанай и подарила Гюльзаде Сабировне, племяннице Сералы. А Айса Мухамеджанович, получается, сын Гюльзады Сабировны. Он с гордостью рассказывал небольшие истории, связанные с их семьей, и в память вручил нам журнал. За небожье, мамина мама. Она приходит старшей сестрой Кожамкулову Серали. На этой фотке мама с родственницей Сералы Кожамкулова, Залиха. Анам айтқан жас кезде естимін сөзі. Нағашым жас кезіне келген, мамамды алып кетем Алматыға оқытуға. Оқып келсе, лекін болсын деп ауылдан алмасын. Серке Қожамкуловтың өз сөзінен. Туған жерім менің тұңғыш театрым. Осындай талай шығармаға кейіпкер боларлық неше түрлі адамдар болды. Ауылдастарымның мінез құлқын, жүріс тұрысын, сөйлеу мәнерін, драмалық нотасын үйрендім, сабақ алдым. Соларды айнытпай жасауға, дауыстарын дәл салуға тырыстым. «Аңыз адам» журналы біздің оқырмандар үшін өте құнды және тарихи, маңызды ескерткіш болып қалады. На страницах журнала вы ознакомитесь с великим человеком казахского народа Сералы Кожамкуловым и прочувствуете жизненный путь и дух казахского патриотизма.